Сәлем достар, бүгін жусай қосылған чебуректің рецептісімен бөлісетін боламын. Қамырын дайындау үшін 200 мл су, 1 шай қасық тұз және де 500-600 грамдай ұн қажет. Чебуректер үшін тығыз қамыр дайындағанымыз жөн болады. Қамырымызды дайындап болған соң 2 ас қасық сұйық май қойып, жарты сағатқа қойып қойыңыздар. грамм жусайды сақтап турап аламыз. 3 жұмыртқаға дәміне қарай тұз бұрыш қосып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табаға 1 ас қасық сұйық май қойып, жұмыртқамызды қуырып аламыз. Содан соң 1 минут шамасында жусайды қуырып аламыз. Немесе қуырмасаңыз да болады, маған қуырған ыңғайлы. Жусай мен жұмыртқаны араластырып, дәміне қарай тұз бұрыш қосып, салмасын дайындап аламыз. Қамырымызды 21 бөлікке бөліп, чебуректі дайындауға кірісеміз. Чебуректің шеттері бірдей болу үшін арнайы кесу құралын пайдаланып, дайындап болған соң барлығын бірдей етіп кесіп шықсаңыз болады. Дайын болған чебуректерімізді екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Тарелканың бетіне майлықты жайып, чебуректің артық майынан арыламыз. Мінекей қонақтарыңызды таңғалдыратын жеңіл әрі қарапайым тіске басарымыз дайын болды. Аптаның әр сейсенбі және бейсенбі күндері арнамнан жаңа видеолар күтіңіздер. Көңіл бөліп қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.